Менің жолдасым теңізде жұмыс жасап жатқанына 2 жылдай уақыт болды. Оған дейін 6 жылдай ол Маңғыстау облысында өрт сөндіруші болып адамдарды құтқарған. Әрине мен оны ойлап уайымдаймын. Себебі оны үйде ата-анасы 3 баласы күтіп отыр. Ол 14 күн вақытыда болғанда қалған демалыс күнінде балдарды жаттықтырады. Айтпақшы сол спорт кешенін біздерге тұшы салып берген. Және де біздер сол Қосшағылдан Қызылорда қаласында, Ақтөбе қалаларында жарысқа барып келді. Менің ойымша, адамдар теңіздегі адамдардың үлкен еңбегін әлі де түсіне қойған жоқ. Жолдасымның айтуы бойынша, оларға жаздық мезгіл өте ауыр келеді. Себебі 50 градус ыстықта олар арнайы киім киеді. Өздеріңіз ойлап қараңызшы, теңізде 45 градус аязда, 45 градус ыстықта еңбек етеді олар. Өндірісте кез келген оқиға болуы мүмкін. Сондықтан да біз оның амандығын тілеп күні-түні дұға етеміз. Баламның жұмысы жақсы, барлық тестілерден өтті. Шоға жұмысқа кірем дегенде біз қатты қуандық. Жұмыс жасай келе техникалық сынақтарда дайындалып, ағылшын тілін оқып алды. Балаларды жаттықтырып, оларды шынықтырып дайындау оңайға соққан жоқ. Маңғыстауда бұндай жағдай болмады. Ал біздерде жағдай өте жақсы, жалақысы да жақсы баламның. Әйелі менен балдары тұшы жанынан ауруханаға қаралады. Және пайызсыз үй алды. Немерелерім университетке түскенде оның төлемақысы да төленеді. Оған біз ризамыз. Барлық жағдай жақсы, бірақ тек балам үшін алаңдаймын. Өйткені теңіз оңай жер емес. Мен туып өскен Сарқамыс ауылы теңіз кен орнынан 20 шақырым жерде орналасқан. 11-ші сынып оқушысы кезімде қарапайым автобуспен салынып жатқан КТЛ-1 зауытының жанынан жиі өтетінмін. Бұл кезде біздің өңірдегі ең керемет мақтаныш сезім тудырды. Химия мен биология пәнінен жақсы баға алып, Ақтау политехникалық институтының химия технология факультетіне оқуға түстім. 1995 жылдың жазында тағылымдамадан өту үшін мен алғашқы рет зауытына келдім. Ақыры сол салада жұмыс істегім келетінін түсініп, өз күшімді соған жұмсадым. Теңізшевройл жобасының ұлан ғайыр жетістіктерінің артында әрқашан үлкен жұмыс, мұнайшылардың жанқиярлық еңбегі тұрды және әлі де тұр. Жалпы ТШО құрылған 93 жылы мұнай өндіруінің жылдық көлемі миллион тоннаға жетпесе, 95 жылы өндіріс көлемі 5 миллион тоннаға жетіп, ал 2000 жылы 10,5 миллион тоннадан асты. ТШО өз қызметінің алғашқы жылдарында жұмыс істеп тұрғанына қарамастан, мұнай-газ кешенінде жаңғырту жұмыстарын жүргізді. Теңізде шикізатты өндіру мен тазартудың заманауи және әрі жоғары технологиялар енгізіле басталды. Олардың көпшілігі ең жоғары салалық инновацияларға негізделген болатын. 2008 жылы әлемдік мұнай индустриясында сол кездегі ең ірі жоба жүзеге асырылды. Шикі газды қайтадан жер астындағы мұнайлы қабаттарға кері айдаудың бірегей технологиясын қолдану отырып, екінші буын зауыты пайдалануға берілді. ТШО-ның өндірістік қуатын 2 еседен астам көрсеткішке ұлғайтты және Қазақстанды мұнай өндіруші ірі елдерінің бестігіне қосты. 2010 жылы өндіріс 25 миллион тоннаға дейін өсті. Бүгінгі таңда кеңейтудің келесі кезеңі аяқталуға жақын. Болашақ кеңею жобасы Теңізшевройлды жылына 39 миллион тонна мұнай өндіру деңгейіне шығарады. Бұл ең жоғары әлемдік көрсеткіштердің деңгейі. Жеке мен үшін бұл маңызды жоба. Себебі жобада қазақстандық тауарлар мен қызметтерді барынша қолдану, инфрақұрылым нысандарды түрінде мұра қалдыру, білікті еңбек ресурстары мен бәсекеге қабілетті жабдықтаушылардың
саны мен сапасында серпінді өзгерістер орын алды. Біз бәріміз теңіздің күрделі кен орны екенін білеміз. Сол себепті теңізде адамдардың білімдері мен кәсіби қасиеттері өте жақсы бағаланады. 4-5 шақырым тереңдіктен мұнай шығарудың қиыншылығы тек кәсіби мамандарға ғана түсінеді. Біздің командамыз осындай иелікті қажет ететін іспен айналысады. Нөмір 37-ші ұңғымада апатты көптеген адамдар біледі. Оны тіпті Жылойдың ардагерлері де көріп, тұрғындары сезінді. 1985 жылдың маусымында ұңғыма жанып, өрт күнге түнге созылды. Ысылы қатты болған соншалықты адамдар жақындай алмай, темірлер балқып, құстар өліп жатты. Ойлап қараңызшы, 400-500 градус болды, өте ыстық. Осылайша теңізде әлемдегі ең қиын өрт апаттарының бірі орын алды. Апатты жою жөнінде штаб құрылып, көптеген әдістер байқап көрді. Халықаралық мамандар шақырылып, өрт ауыздықталды. Бұл апат тарихта, соның ішінде теңіз тарихында мәңгі қалады. Өте үлкен сабақ болды. Сондықтан техника қауіпсіздігі әрқашанда бірінші орында болуы шарт. 1993 жылы теңізге Шеврон мамандардың келуімен бірінші кезекте қауіпсіздік техникасына деген көзқарас түбегейлі қайта қаралды. Ағылшынша айтқанда safety first, ең басты алдымен қауіпсіздік деген ұран трансформация үшін үлкен мақсатқа айналды. Қазіргі таңда өндірістің барлық жиналыстары қауіпсіздік техникасы хабарламасынан басталады. Бұл қауіпсіз өндірісті қамтамасыз етудің қалыптасқан мәдениеті. Қазіргі таңда жұмыс басталмас бұрын егер қауіпті сезініп тұрсақ, жұмысты тоқтатуға кез келген жұмыскердің құқығы бар. Өйткені қауіпсіз жұмыс істеумен бір қатар үйде күтіп отқан отбасымызға аман-есен оралу аса маңызды, одан артық бақыт жоқ. Қауіпсіздік техникасы тек теңізшевройлда ғана емес, барлық мердігер ұйымдарға толыққанды қолданылады. 2021 жылдың желтоқсаны біздің әріптестеріміз үшін керемет жетістікпен есте қалды. Компания құрылғаннан бері 500 миллион тонна шикі мұнай өндірілді. Бұл деген жобаға салынған барлық жаңа технологиялар, инвестициялар, адамдардың білімдері мен таланттары біздің алдымызға теңіз қойған сынақтармен және тегеуріндермен сәтті күрескенін білдіреді. Сынақ демекші, коронавирустың бәрі күшініп еске алады. Қызметкерлер бірнеше ай теңізде жұмыс істеді. Тіпті аналары, жарлары қоңырау шалып, жұмыстан шығуды, үйге кетуді өтінген. Бірақ бірде-бір қызметкер кеткен емес. Кететін болса, өндіріске өте зиян келетін еді. Өйткені адам саны өте тапшы болды. Бұны әрқайсымыз жақсы түсіндік және соңына дейін шыдадық. Ер жігіт майданда нағыз мұнайшы теңізде шынығады деп осындай әзілдейміз. Осындай қажымас қайрат пен жоғарғы іскерлік арқасында компаниямыз еліміздің бюджетіне қосып отырған қаржысын қалыпты жағдайдан кеміткен жоқ. Мен айтар едім, бұл үлкен ерлік. Сол үшін компаниямды және қызметкерлерін мақтан тұтамын. (1993-2001 жылдар аралығында теңіз кенішінің мұнайлы қазақстандық ресейлік Атырау-Самара құбыры, содан кейін Атыраудан темір жол және танкерлермен Каспий теңізі арқылы жөнелтілді. Бұл сол кезде көлемі арта түскен Қазақстан мұнайын сыртқа саудаға шығарудың бірден-бір нұсқасы еді. 1996 жылдың қараша айында теңіз кенішінде темір жол қазандар мұнай құятын эстакада пайдалануға берді. Тасымалдың бұл түрі сол жылы мұнай өндіру көлемі 5 миллион тоннаға арттыруға ықпал етті. Сол жылдары теңіз мұнайы темір жол арқылы Финляндия мен Қара теңіз порттарға тасымалданды. Қосымша Южнефтепровод өндірістік бірлестігінің, кейінірек Қазтрансойл акционерлік қоғамы қуатымен Ақтау портынан Баку портына жеткізіліп, одан әрі Әзербайжан, Грузия аралығындағы темір жол арқылы Батуми портқа жеткізілді. 2000 жылға таман теңізшевройлда жаңа жетілдірілген қуаттардың арқасына өндірілген еуропалық сападағы пропан мен бутанды шет елдерге шығару жұмыстары басталды. 2000 жылға қарай
Теңізшевройл темір жолымен 8 миллион 200 мың тонна мұнай тасымалдап рекордтық нәтижеге қол жеткізді. 2001 жылдың 25 наурызында теңіз кенішінің Ресейдің теңіз терминалымен жалғастырған Каспий құбыры консорциумның 1480 шақырымға созылған Теңиз-Новороссийск құбыры арқылы мұнай айдаудың алғашқы сынағы басталды. Тек құбыр бойын толтырудың өзіне 800 мың тонна мұнай қажет болды. Жаңа құбырға мұнай айдау ысырмасын еліміздің сол кездегі премьер-министрі Қасым-Жомарт Тоқаев пен Каспий құбыры консорциумның бас директоры Сергей Гначенко мырза салтанатты жағдайда ашты. Қауіпсіздік біздің басты бағытымыз болып қала береді. ТШО қызметкерлерінің төтенше жағдайда өз міндеттерін орындауға дайын болу үшін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес оқу-жаттығу өткізіледі. Оқу-жаттығу бұл кемшіліктерді анықтау, оларды болашақта жою, алған тәжірибе мен жағымды жақтарын одан әрі шыңдау және нығайту үшін өткізіледі. Оның негізгі мақсаты төтенше немесе дағдарысты жою, жұмыстарын ұйымдастыру және басқару болып табылады. Осы оқу сессияларының алынған білім мен тәжірибе қызметкерлерге қауіпсіз әдістері қолдану арқылы жедел әрекет етуді, апаттық жағдайлар мен дағдарысты жою шараларын тиімді қолдануға көмектеседі. Оқу жаттығулардың қорытындысын шығара отырып, оның қойылған мақсаттары толық жеткізілді. Мерейтой қарсаңында есептегеніміздей, осы 30 жыл ішінде теңізде 300 мыңнан астам адам еңбек еткен екен. Адамдар кез келген компанияның басты активі. Компанияның табысы мен болашағы адамдарға байланысты. Осы ретте 2008 жылдан бері Теңізшевройл өз қызметкерлерін оқыту және дамыту бағдарламаларына 93 миллион доллар астам қаржы бөлді. Компания өзінің жаңадан келген қызметкерлерімен қатар тәжірибелі қызметкерлерді де дамытатын ауқымды жүйе қалыптастыра білді. Осы жүйенің ішінде бірінші, жас қызметкерлердің техникалық құзыреттерін қалыптастыруға арналған Horizons бағдарламасы, екіншіден, кәсіптік сертификациялар және шетелдік уақытша тағайындаулар бағдарламасы бар. Қазіргі сәтте мен өзім де Шеврон корпорациясының бас офисында Хьюстон қаласында уақытша тағайындау бағдарламасымен жұмыс атқарып жатырмын. Қазіргі таңда компания штатында 95%-дан астам Қазақстан азаматы еңбек етеді. Ал 93 жылы бұл көрсеткіш небәрі 50% болатын. Компанияда өсу және оқу мүмкіндіктері барлық қалаушылар үшін ашық. Адам өмірін және қоршаған ортаны қорғау ТШО үшін басымдылыққа ие міндет болып қала береді. Шығарындылар көрсеткіштерін жақсарту біздің компаниямыз үшін жаңа зат емес, және біздің нысандарымыз қауіпсіз және сенімді, және жақсартылған өндірістік көрсеткіштеріміз қоршаған ортаға тигізетін әсерімізді барынша азайтудың кілті деп санаймыз. 2022 жылы ТШО көмір қышқыл газын азайту жөніндегі бастамаларын компанияның көміртекті азайту стратегиясы ілгерілту арқылы жалғастырды. Ол екі негізгі бағытқа назар аударады: өндірістік тиімділігі және іріктемелі капитал инвестициялары. Газды алауда жағу бойынша ТШО 2022 жылы 2018 жылмен салыстырғанда алауда жағуды 57%-ға азайтты. Екі жобаны атап өту қажет. Метанды азайту бойынша мұнай сақтау паркінде біз резервуарлардағы табиғи газды азотпен алмастыру жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Бұл мұнай сақтау паркіндегі метан шығарындылары толықтай жоқ қылады. Өндірістік тиімділігі бойынша екінші буын зауытындағы электр және бу генераторлардың жұмыс режимін суық ауа режимінен турбинаның пайдаланған газ қолдану режиміне ауыстыру сенімділікті арттырып, парниктік газ шығарындыларын жылына шамамен 165 мың тоннаға азайтты.
ТШО өндірістік сенімділігін сақтай отырып және Қазақстан Республикасының алдындағы міндеттемелерін орындауды жалғастыра отырып, көміртекті үнемді түрде азайту мүмкіндіктерін іздеуді әрі қарай жалғастыруда. ТШО-ның әлеуметтік бастамалары Атырау облысы қоғамдастығы мен оның әрбір тұрғынының шексіз әлеуетін толық ашуға және ынталандыруға бағытталған. ТШО денсаулық сақтау, білім беру салаларын және әлеуметтік кәсіпкерлікті жетілдіру мен олардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, адамдар үшін мүмкіндікті кеңейтуге ұмтылады. ТШО ерікті игілік әлеуметтік инфрақұрылымдық даму бағдарламасы және әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы арқылы, сондай-ақ демеушілік көмек көрсету арқылы инвестиция жасайды. Игілік бағдарламасы әлеуметтік инфрақұрылымды балабақшалар, мектептер, саябақтар және тағы да басқа салуға, ал әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы Атырау облысында денсаулық сақтау, білім беру сапасы мен қолжетімділігін арттыруға және әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. 1993 жылдан бастап ТШО Атырау облысының тұрғындары мен ТШО қызметкерлері үшін түрлі әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға 2,7 миллиард ақш долларынан астам қаражат жұмсады. Программа социальных инвестиций – это очень особенная программа. Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы бұл ерекше бағдарлама. Үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық белсенділер халықтың мұң-мұқтажын, сұранысын бәрінен де жақсы түсінеді және осы мәселелерді шешу үшін бізге не ұсынатынын біледі. Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы нәтижеге бағытталған. Біз үшін қанша адам тренингтен өткізілгені, қанша адам қатысқаны маңызды емес. Біз үшін ең бастысы кез келген тренингке қатысқан дәрігерлер, мұғалімдер немесе басқа да мамандар есіктен шыққан кезде ауданымыздың әлеуметтік өмірін жақсарту үшін күнделікті өмірде осы шешімді қолдануы маңызды. Шеврон корпорациясы Қазақстанмен бірлескен кәсіпорын ашқан алғашқы шетел компаниясы. Компанияның құрылуы 30 жыл бұрын шын мәнінде үлкен бетбұрыс болды. Қазақстан бүкіл халықаралық қауымдастыққа, шетелдік инвесторларға тартымды мемлекет ретінде өз есігін ашты. Біз осы ынтымақтастықтың арқасында Евразия құрылымында мұнай өндіретін ірі мемлекетке айналдық. Қазір еліміз жыл сайын 70 миллион тоннаға жуық мұнайды шетелге сатып жатыр. Бұған біздің серіктестеріміз де өз үлесін қосып келе жатқаны сөзсіз. Компаниямыз өз міндеттемелерін жауапкершілікпен орындап, қауіпсіздік пен сенімділікті үнемі назардан тыс қалдырмай, 30 жыл бойы Қазақстан Республикасы үшін құндылық қалыптастырып келеді. 1993 жылдан бері теңіз Шевройл Қазақстан Республикасының пайдасына 186 миллиард ақш долларынан аса тікелей төлемдер жасады. Оның ішінде жергілікті тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 46,8 миллиард ақш доллары жұмсалды. Теңіз бен Королев өнімді кен орындары арқасында Қазақстан халықаралық мұнай нарықтарында ірі өндіруші және дүниежүзілік аренада беделді ел болып атанды. Теңіз мұнай маркасы әлемде кеңінен танымал. Келешекке көз тастасақ, теңіз кен орнын ауқымды кеңейту аясында келешек кеңею жобасын, ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасын жүзеге асыру негізінде болашаққа бірге аяқ басқалы тұрмыз. Теңіз Шевройлда біз жұдырықтай жұмылып, бір тұтас топ болып қиыншылықтарды тайсалмай, аянбай, еппен және кәсіби біліктілікпен еңсере алатынымыз мәлім.
шынайы шабыттандыратыны біз күнде өзара қолдау көрсетіп, топтық жұмыстың шынайы бейнесіне айналдық. Әріптестеріміздің қауіпсіздігі мен амандығын сақтауға ұмтылу және қамқорлық ету топтық жұмыстың нәтижесі және ортақ құндылықтарымыздың дәлелі. Бір-бірімізге тірек болуды және әр жұмысқа бірлесіп күш салуды жалғастырамыз. Көптеген белестерді бірге алып, кедергілерді бірге еңсереміз. Бүкіл Қазақстан елін мүдделі тараптарымыздың игілігіне қауіпсіз жұмыс істеп келе жатқан мыңдаған қызметкерлерді шын жүректен құттықтаймын.